Сәлем достар, қалай қалай? Сәлем достар, қалай? Сол достар, есен достар, мен не тапқан адамдар. Достар, свои доказательства, что он жақтым кино. Чисто хлам. Достар, мен еще ежедневно включение срочное. Если өзім совет айтсам, өзіме ағылшын тілден конспект жазып. Еще бір срочное включение. Келесі адамдар, ойындағандар, тағы бір срочное включение достар. Сәлем достар, қалай? Мен не тапқан адамдар достар. Мен 11-ші сынып оқыдым, оны 2 жыл бұрын 9-ші класстан басталған. Дәптерім бар еді, февраль басталған осыны. Как көрсетем сіздерге. Прям есіне ностальгия түсіп кетті шынайы. Так, достар, мына жерде қарауға. В общем, мына жерде жалпы алынуы химиялық теория бұл не екенін бәрін жазған едім. Прям қараңдаршы достар, ностальгия прям көзім заморачивает отыр. Осыларды прям түсінген жоқпын, ол қалай конспект жазады деген бірінші ой болған ше. Сол достар, если сен 9-ші класс оқып жатсаң, немесе 8-ші класс оқып жатсаң, немесе даже 10-11 болсын да, сен қазір осының бәрін жасасаң, бұйырса 1-2 жылдан кейін, хотя бы 1-2 жылдан кейін, ары кетсе 5 жылдан кейін, сен осы көресің, прям біртүрлі бөлек чувствовать ше, бір ешқай жақтан көрмейді. Сондықтан достар, конспект жазыңдар, что кетсе көргенде өзіне мақтанатын еді. Достар, мен не тапқан адамдар 9-ші класстың, жалпы бұрында 9-ші класстан бөлек отсектің комикстермен, то есть кітап оқуды басқа комикс оқитын. Достар, свои доказательства, что не только бірінші поток болдым, то есть мен 71-де тоже поток болдым, мына жерде көру ғой. 71-ші поток болдым бұрында, осыған да интересно, конспект. Но конспект жаза беру, мен 11-ші сыныпқа келгенде қойдым, потому что шаршап кеттім. В последнее время органика жасадым, все. Оны жақтым кино. Чисто хлам. Хлам дегенде просто орын алып шығарды. Тоқсан бақта туған жеді дейді. Дәптерді алып шығарды. Достар, мен еще үй жұмыс дәптер көрдім. Үй жұмысы вообще хади нормально ше. Мен примерно сценарий теулеп отырмын, примерно оның ішінде. Қазір де қиын жоқ, жалпы қаттанды әдемі емес, эстетик емес. Жалпы осыны қарау керек ше бұрында. Осы бастағанда үй жұмысы типа есептерін шығару үшін. Өте ұқсас болып бұрынғы есептерге. Мынау бірақта жүрсізбен қазір мен планшет бар, Аллаға шүкір планшетке жазамын стилуспен и маған түсінде перефайт жоқ. Шүкір. Включение срочное, и у меня тут есть химия, ол 10-ші сыныпта бастаған, ол конспект точно аккуратный, өйткені уже готов был, бәріне соны дайын болған тема. И мен 11-ші сыныптың басында мен ағылшын дайындалдым. То есть ағылшынға керек екенін түсіндім, и бұйырса 10-ші сынып, 11-ші сыныптың соңдарына қарай өтіп біткеннен кейін ағылшынға қайтып кіремін. Екі ағылшынға қатынап болып. И оған байланысты мен конспект жазайын, жаздым тамызда тек қана сайын. И осылай көрсетейін. Көрсету керек оны, өйткені мен қатты ұнайды конспект. Ойбай, ең басында уродский алып салшы. Ё-моё. Мына бәрі тапсырма достар. Мен курс қатыстым ғой. И сол тапсырмаларды шығарып берді апайым. Рахмет апайыма. И мен, кстати, осындай разговорный английский бар. Соны бұйырса оқимын тоже. Оқимын и полностью аттап отырсам бұйырса осы жылы оқу біткеннен кейін бәрі бұйырса бастаймын, чтобы ағылшын тілін жақсы болу үшін. Если өзім совет айтсам, ағылшыннан конспект жазбау қажет жоқ деп ойлаймын. Ал сізге ағылшын тілден конспект жазу қажет жоқ, өйткені біз жалпы қазір дамыған заман ғой, соған байланысты любой затты біз тересамыз. И сол конспект жазатын уақыттың орнына мен сол затты жалтайтын едім. Ал ешне было так. Поэтому сендер мысалы бір нәрсе басталмағанда конспектті жазу точно маған керек пе керек емес пе деген ойлар болу керек. Өйткені бұрында жалпы конспект не үшін пайдаланады деген логика болу керек. Бұрында жалпы кітапханада болғанда кітапханаға өзінің атынан кітап алмау айтады. И бұрында интернет болмаған достар, поэтому конспект содан алып қойды. Но если сен конспект жазып сен миыңды 100% дәстір қалса, то смело оқи бер конспектің. Мал бірақ та өте совет бермейтін. Бұйырса оқығанда конспект жазбайды. Тек қана важный заттарды түртті болмаса, так пайда жоқ. Еще бір срочное включение, достар. Менде жалпы кітаптар бар. Бар еді ғой? Осындай жалпы 4 кітабым бар. Мынау кітабымды оқыған жоқпын, бастаған да жоқпын. Harry Potter, то есть ол қазақша енді болады. Оқып, өйткені по идее мынау қызық ше. Бастаған жоқпын. Бұйырса просто қалың, уақыт жоқ. Келесі маған қатты ұнаған кітап, бітірген жоқпын оны. Бұл бізде коллекционер, то есть Джон Фолс коллекционер. Оны бітірген жоқпын да. И ол типа 100 самых для умных книг, главных книг для умных кітап бар. Сол үшін. И арасында жалпы бізде мен бітірген, Аллаға шүкір,
самурай без меча, то есть қылышсыз самурай қазақша, достар қазақшасында оқимын көбінесе, Аллаға шүкір. Осылай и ішін толықтай айта аламын. Маған қатты ұнаған заттардың бірі, прям без переживаний оқыдым оны. Но кейсі менің атым Қожа, мен жалпы оқыған жоқпын. Достар, ассалаумағалейкум. Менің атым Қожаны оқымай қалдым. Бастадым, бірақ оқымай қалдым. Білмеймін не үшін келдім, уақыт болмай қалды ма? Бірақ оңай сияқты. Кітап бет аз. Самурай без меча сияқты, где-то сколько бет-то? Надеюсь, миллион емес шығар. 650 бет, нормально, по идее. Сол, поэтому это емес. И мынау кітап бар, ол кітаптың ортасына келдім. По идее, уақыт болса, бәріне кітап оқыған тема. Ну, фантазия развивается деген. Келесі адамдар, ойындағандар, мынау зат бізде, мен жалпы өзім хирургия бұйырса, Алла бұйырса хирург болғым келеді. Алла қаласа адамдар емдейтін, адамдарды құтқаратын. И соған байланысты мен туған күніме осындай зат алып берген. Бұл жалпы хирургический кожа. Но бірақ та менде шов жоқ. Соған байланысты мен тіккен жоқпын бұдан бұрын. Но өзінше тігім келеді заттарды неғылды есть. Бұйырса осы затты алайын деп жатырмын, заказ бердім. И бос уақыттарын тігуге тырысамын. Типа успокаивать, ритуальды. И мен жалпы ең қызығы, мен жалпы операцияларға қараймын. То есть видеоларда осы қарып қоятын алдым, жүрек сайын жатқан операция, тамақпен бірге ғой. Сол достар. Поэтому бұйырса хирургтар, мен бұйырса дәрігер болған адамдар қазірден бастап соны қарадыңдар. Өйткені біз бұйырса Қазақстанның жалпы риск қосатын адамдармыз. Бұйырса менің қасымда, немесе біздің қасымызда бірге жүретін жалпы дәрігерлеріміз мықты болса, бәріміз мықты болса, то біз Қазақстанды көтереміз. Жалғастырайық. Тағы бір срочный включение, достар. Менде биология дәптерін таптым. Оны таппаған едім, достар. Ойланып көріңдерші, 10 класста тамызда бастаған тоже 11 потокта сыныпта. И осы кітап А4, то есть А4 кітап ойланып көріңдерші, 97 бетті. И ол бітпей қалған ғой. Мен екінші бөлім бар, бірінші бөлім бар. Талмай алдым. Как көрсетсем, прям бөлек ше. Достар, осы кітап прям өте маған қатты ұнаған еді бұрында. Ой, дәптер деген, дәптер маған прям мотивация беретін, просто қарағанда прям өзім кайф алатынмын. Мысалы ойланып көрдім, бірақ суреттер мындар достар, суретші болған жоқпын. Мен жалпы дәрігер болайын деп жатырмын, суретші емес. Осындай қарамақ қойыңдар. Осындай заттар бар ше. Көп зат жалпы. Жүректі прям жатайын деп жүректі сөйтіп взял. Артериялар сау деген еріндер сәл бауыр и суреттер сәл проблема болып милар болмаса енді былай өзінде ми болғандықтан да. Так, в общем, осылай. И менде 10 сыныптың дәптері бар. И ол то есть осы 10 сынып дәптері мен маған А4 жазып ұнамай қалды. Достар, соған байланысты обычный дәптер жазып бастадым. И ол конкретно өзім осылай. Көбінесе ол наоборот жартысына дейін көбірек жазып. Суретте жазылсын, Паркин синдромы дегендей басқа да синдромдарды суреттер үшін интересно болады. Зато Паркин синдромы миында до конца включает. Гиперфункциясының кезінде гипофункциясы Паркин синдромы. Сәлем достар, мына жерге дейін до конца жандарға. Жалпы осылай ритуал жасасаңдар, особенно осындай комнаттарында немесе рабочий столына жинап тұрсаңдар, пайда жақсы. Өйткені жылға жаңа заттарға орын болады. И соған байланысты бір жағынан ностальгия, если сен бұрыннан бері оқысаң, бұрыннан бері оқымасаңдар да, ол жинап тұру еске түсіріп жүресің. Хотя бы алдыңғы жылы затты немесе бір жарты жыл бұрын заттарды қалай бастаған жақсы. Жаңа жылдың алдында өз рабочий стол жасасаң, бұл керемет еді. Жалпы мына жерде астында мен Инстаграм мен жалпы Телеграм каналдарым бар. Сол жерде биология мен химия байланысты көптеген заттар бар. Өзімнің өмірімде сәл бар. Көрсеңдер де болады.